Күле барғымақты, шақырып бар қонақты, ата-анаң жасап жатыр сүндет той. Жастайға бас білдіру жолы ғой дәстүрімнің, сүндет той мұсылманға міндет той. Жолы ғой мұсылманның, ақ тілек ұсынамын, басыңа балапаным бақ қонсын. Алысқа ат шаптырған, бар тойды шаңғап тұрған, ағайын сүндет тойың құтты болсын. Жолы ғой мұсылманның, ақ тілек ұсынамын, басыңа балапаным бақ қонсын. Алысқа ат шаптырған, бар тойды шаңғап тұрған, ағайын сүндет тойың құтты болсын. Ағайын сүндет тойың құтты болсын, құтты болсын. Ұлыңыз жігіт болды, жүрекке үміт толды, қоржынды толтырыңа жамаған. Жайылды ақтастырған, тілекпен астастырған, жаратқан бергеніңе қанағат. Жолы ғой мұсылманның, ақ тілек ұсынамын, басыңа балапаным бақ қонсын. Алысқа ат шаптырған, бар тойды шаңғап тұрған, ағайын сүндет тойың құтты болсын. Жолы ғой мұсылманның, ақ тілек ұсынамын, басыңа балапаным бақ қонсын. Алысқа ат шаптырған, бар тойды шаңғап тұрған, ағайын сүндет тойың құтты болсын. Ағайын сүндет тойың құтты болсын. Жолы ғой мұсылманның, ақ тілек ұсынамын, басыңа балапаным бақ қонсын. Алысқа ат шаптырған, бар тойды шаңғап тұрған, ағайын сүндет тойың құтты болсын. Жолы ғой мұсылманның, ақ тілек ұсынамын, басыңа балапаным бақ қонсын. Алысқа ат шаптырған, бар тойды шаңғап тұрған, ағайын сүндет тойың құтты болсын. Ағайын сүндет тойың құтты болсын, құтты болсын. Қымбатты қонақтар, әулеттің қуанышын бөлісуге келіп отырған қадірменді меймандар. Думанды тойымыз бірер минуттардан кейін басталады. Ұялы телефондарыңызды дыбыссыз режимге қойып, той кезінде тыныштық сақтап отыруларыңыз сұралады.
Ассалаумағалейкум армысыздар, ұл-қызы Гауһар, жұлдызы Жауһар, қымызы Суат, елі Қуат еңселі, бар қазақтың баласы. Мінекей Мұхтар Әуезов атамыз Қаратау тәжі деп атап кеткен қасиетті Кеңтау жерінде орта жүзден тараған арғындар ұлы елде, мінекей Кембай әкемізден тараған, Фарида анамыздың құрсағынан нәр алған Бауыржан ағамыз бен Ақнұр анамыздың шаңырағындағы бүгінгі қос қуаныш тойға қош келдіңіздер. Бауыржан ағамыздың еңселі жас 50 жас мерейтойымен Рақымжандай ұлымыздың сүндет тойына қош келдіңіздер. Той құтты болсын деп бір шапалақ ұрайық ереке. Ал енді қадірменді қонақтар, көпке созбай, әдеттен озбай, мынау той иелерін құрметтеп, баршамыз орнымыздан тұрсақ қанекей. Баршамыз орнымыздан тұрайық. Шапалақ қошаметімізді аямай ұрайық. Бүгінгі той иелері Бауыржан мен Ақнұрды, ұл қыздары мен жанұясы мен ата-анасымен ортаға қарсы алайық. Алдыменен мен Фарида апаны құттықтап қояйын. Фарида апа, ал той сіздікі, әуелі Алланікі деген өзіңізді. Фарида апамызға тойыңыз құтты болсын деп бір шапалақ ұрайықшы. Балаңды өскенше, немереңді өлгенше бақ дейді. Бала балдан тәтті, немере жаннан тәтті дейді, жаннан тәтті. Немереңіздің мінекей бүгінгі сүндет тойы, мінекей мәпелі өсірген ұлымыздың бүгінгі еңселі жас, 50 жас мерейтойы құтты болсын деп өзіңізді құттықтап қояйын алдыменен. Енді шамал анамыздан асамай тұрсын, апа мен жанына тұрмыз. Бәуге келмісіз мен жанына. Мына жігітке қараңыздаршы, 50-ге ұқсай ма? Вообще ұқсамайды ғой 50-ге. 45-тегі жігіттер сияқты, я? Бәуген 60-қа тосын дегенде бір шапалақ ұрайықшы. Алла жас беріп 70 жасқа келсін дегенде тағы да қошемет olыңыздар. 70-тен асып 80-ге жетсін дегенде қошемет. 90 жасқа жете берсін. Алла өмір беріп 100-ге жетсін. 100-ден кейін де сандар бар, бірақ бала болып қаласыздар. Алла 100 жасқа жеткізе берсін. Құдай қаласа күндеріңіз күлкілі бола берсін, қуанышқа көңілдеріңіз тола берсін. Нұрлы аспанның астында аясында бастарыңызға бақ келіп қона берсін. Алла нәсіп етті мінекей Рақымжандай ұлдарыңыз қазағымыздың бір туар азаматы бола берсін. Құнанбай атасының, Абай атасының жолын бере берсін дейміз. Енді қазақта жақсы сөз бар, екі тойы қабақ, екіңнен қабақ болсын дейді. Біз енді жанұясымен бүгінгі қуаныш иелерін шақырып жатсақ, рұқсат болса біз баламызды ар жаққа апарып, қазақи дәстүрмен бұрындар атқа мініп келетін ұлдарымыз енді таққа мінген ұлымызды ортаға тамашалайық ереке. Сіздерге рахмет, қызметтеріңізге кірісе берсеңіздер. Мен енді құрметті қонақтар, қазір енді тағы да бүгін әулетімізде қос қуаныш, осындағы Бауыржан мырзаның 50 жас мерейтойы болса, екінші өздеріңіз біліп жатсыздар, Рақымжан ұлымыздың сүндет тойы, ендеше мұсылмандық белгісі, ер баланы сүндеттеу, имандылық белгісі, сол сүндетті құрметтеу десе, енді аттан құласақ та салттан құламаған қазақ ұрпағымызға Түркістан қаласынан арнайы келіп отқан осындағы Түркістан театрының өнерпаздарын ортаға шақырайық, қазақи дәстүрмен біздің таққа мінген ұлымызды ортаға қарсы алайық, қадірменді қонақтар. Ассалаумағалейкум ағайын. Арқыларыңыз құтты болсын кәнігі. Қошемет қоямай.
келді. Ассалаумағалейкум, көшпенді елдің көшпелі ұрпақтары. Жақсатадан қалып кеткен жәдігердей, бүгінгі ұлылардың ұрпақтары. Ассалаумағалейкум, тойға жиналған тойшыл қауым. Ағайын, бүгін арғын елінде ақ түйенің қарды жарылған ұланасыр той. Той дейтін себебіміз Рахымжандай ұлымыз ат жалын тартып біліп мұсылмандық парызды өтіп жатыр. Ендеше осы аталған тойымызға баршаңыз қош келіпсіздер. Ендеше ағайындар, баршамыз орнымыздан тұрсақ, аямай қошемет тұрсақ, бүгінгі мұсылмандық парызды өтіп жатқан ұлымызды жеті қазынамыздың бірі құмай тазымызбен, қыран бүріктімізбен, және де қазақтың батыр баһадүрлерімен той төріне қарсы алайық шегенекей. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Oh, oh, oh. Aşıkın yapırmay. Koşamet alayı toy toymaz. Öğretlerimiz dayanamızlar gelecek. Öğretlerimiz toyga şaşılan şaşılaydı. Бәрекелді тақта отырған Рахымжан ұлымызға жақсылап бір қошемет көздеріңізді ашқанекай. Ендеше мына ұлымызға Жүсіптің дидарын берсін, пайғамбарымыздың иманын берсін, Бауыржан батырдың айбарын берсін, 300-дің басын қосқан Абылай хан бабамыздың байрағын берсін деп тілейміз. Арғын елінің тойы құтты болсын ағайын, қошемет керекай. Осындай той балықтарыңызға жосын olsun ағайын. Mağanda bekerim, uçaklarına bak, takmayı öderim. Sildi şirin şıkkının bir jantanda, kalamanda atostırmayı giderim. Mağanda bekerim, kırışken ürterim, ürterim. Kasiyette donduranı tutamam, doğrunda evet bekerim. Ой, мінген рахмет, мінеке ұлымызды, таққа мінген ұлымызды ортаға алып келіп жатыр. Ал енді, қадірмен қонақтар, біз қазақ халқы батамен таң қатырып, батамен күнді батырған есі мұсылман қазақпыз. Сондықтан да бүгінгі тойымызда ақ тілек, ақ батасын беріп, тойымызды ашатын етіміздің үлкендерін, қазыналарымызды, алтын құрсақты аналарымызды тойне шақырсақ деп жатырмыз. Ендеше дәулетіміздің үлкендері осындағы Серікбай көкемізді, Жұмакүл әпкемізді, Серік көкеміз бен Жамал апамызды, және де бүгінгі Рахымжанның өзінің үлкен әжесі Фарида апамызды той төріне шақырамыз. Келіңіздер, ақ тілек, ақ баталарыңызды беріңіздер, той дастарханыңызды ашып беріңіздер. Тау бауыры үзілдің жағасы, жастайынан жет атасын жаттаған сақтаған.
Sen koy көке. Жұмакүл әпке, сен қаламыз, сен көкеміз қайда? Жаман адамыз. Көке шамал бір екі қадам артқа барамын ғой. Сіздерге көрінсін. Жасынбаған дұшпанымның жаласы жібітелмейден табылатын даласы Келіңіздер, әулетіміздің үлкендері, жас үлкендер шіркіне өз бір төбе, ол кісіге кең қызмет мәртебе, бәрекелді балам десе болғаны, тірлігінің алғабасы болғаны, сыйлаған атам қазақ ел қонағын сыйласынан қалайша кем қыламын, айналайын да бүгінгі Рахымжандай ұлымыздың алтындай ата әжелер осындағы мен болынып келіп отқан әулетіміздің үлкендері, қазыналы қарияларымыз, алтын құрсақтандарымыз, қош келдіңіздер, той қуаныш құтты болсын, алғашқы ақ тілек ақ бата өздеріңізде болсын. Көке міне келіңіз. Бауыржан, ағылар, келіңіз. Тойлар құтты болсын. Бұнда жақсы көңілдер бола болсын. Келеміз. Бар жақсы деймін. Осы ұлт қызының қызықсын көріп, біздің жасымызға жете беріп, денің сау болсын, ұлымызды дияға, қызымды дияға, жақсылыққа қызықсызды көре беріңдер, екеуін бірге қартайып, кемпір сау болсындар, боласы. Тойлардың алда ғой әлі. Мына халықтан барлықтарыңызға рахмет, тойға жиынға келе берейік. Осындай той жиын бола берсін, деніңіз сау болсын, тойдан тойға ілесіп. Не деген шапалақ жайрап ұрасыздар ма? Қошеметтеріңіз, ізеттеріңізге рахмет. Қадірмен қонаққа тыңдалмаса сөз жетпейді. Кішкене құлақ тұрып тамаша тілектің куәсі болайық. Мінекей апаларымыз аналық ақ тілегін білдіріп жатыр. Мұздай десіп таянған, сәл сыбырдан оянған, бір қолымен бесігін, бір қолымен әлем тербеткен. Бүгінгі біздің Рахымжандай ұлымыздың алтын құрсақты әжесі, апасы Фарида апамызға сөз сөйлеген сынайық. Bir шапалақ ұрып қошемет көрсеттік. Бүгінгі қуаныш, баланың бауыржан 50 жасы құтты болсын. Немеренің күндеп күтті болсын. Бәрімізге осындай той кедегі жұғысты болсын. Саламатсыңдар ма, қайырлы кеш, мына тойшыл қауым, мына арғындардың тойы құтты болсын. Бауыржан ағының мына тойлары құтты болып, әрдайым қызықшылық болсын, Рахымжанымыз дәу жігіт болып, енді үйенің тойында бәріміз бас қоса берейік. Өмірің ұзақ болсын, бауыржан. Ағылар екеуін бір жастықта қартайып, алдымызда күліп ойнап жүре беріңдер, тойларың тойға ұлассын. Бәріне осындай той жұғысты болсын. Рахмет, қошемет көрсетіп қойыңыздар. Мінекей үлкендеріміз ақтегі ақпарласын беріп жатса, енді жақындап тұрып бүгінгі тойдан бір естелік сурет болсын. Той иелерімен осындағы ата-апаларымыздың ағынырып келіңіз. Бір естелік суретке сөйік, мінекей жақындап тұрып бүгінгі қуанышымен керемет сурет болсын. Енді қазақ жиған берген тойға шатын қалқысында тойымызда ақ тілек ақ батасын берген әулетіміздің үлкендеріне деген той иелерінің атынан ұсынатын шапан шаттығымыз, міне жағалы киіміміз, арнайы сый-сияпаттарымыз бар. Міне үлкен әжесіне арнайы керемет тықы киім, камзолымыз, мінекей.
Қараңыздар, суретке. Ай, бәрекелді. Сіздерге мұнда бір алғыс көптік болғақпен айтқан тілектеріңіз айдай келсін. Енді көбі ағаларымыз жайғаса қойыңыздар, той басталмай жап секілді билеттеріңіздің қайсы болар. Енді мына жерде жаңа денсаулығына байланысты етіп той болғанымыз тойында отыр екен. Мен микрофонды арнайы апарып ұсынсам бір ауыз ыстық ықыласын той иелерін деген бір ауыз тілегімдай тойға тойған шықты болсын, жақсы деп өзіңіздер. Өкілдеріміз Ақтбек Ақбатасын берді. Сіздерге деп жайылған дастархан, алдарыңыз қойып жатқан түрлі тағамдардан, сусындардан дәмдерін жақсылап алып жеп отырыңыздар. Қазақтың ұлыдан аса баяғымыз айтқан екен, құлақтандырып бойдалары әсем әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, мен сүйсең демекші ән көңілдің ажар деп жатады. Ендеше сіздердің құрметтеріңізбен бүгінгі тойымыздың алғашқы әуезді әсем әнін жолдайтын киелі кентау бір қызы, болашақ эстрада жұлдызы мінекей балжандай қыздарымыз тамаша керемет ән жолдайды. Бүгінгі Рахымжан ұлымыздың үлкен әпкесі деп ортаға шақырайық. Ауыздарыңыз нәрде, құлақтарыңыз әнде болсын. Toymazsan, toylar keldirar.
ekan. Qo'shimcha ko'rsatib qo'yingizlar. Tamosha kelib aytmasam, sizlarga hurmatlarimizga ta'rif etib qolamiz. Endi men bugun chaqirayin. Bog'jon og'amiz qayda ekan? Mana qutlu qo'noqlarimiz kelib jotar ekan, xo'sh keldingizlar. Kelingizlar o'rtaga. Bog'jon Agnur kelib qo'yingizlar o'rtaga. Kelingіз. Ortaga жағында келіңіз. Ortaga келсеңізші бөлме. Ал қадірменді қонақтар, мен арнайы той иелерін ортаға шақырдым. Бүгін осы Бауыржан мен Ақнұрды сыйлап келдім, құрметтеп келдім, құтты қонақтар болса, бір шапалақ ұрайықшы. Дәуге, мына шапалақ сізге ұрып атылмайды, Ақнұр өпкеме ұрып атылма. Көрейікші. Өткенде осындай бір тойда жеге шақырып едім, ой, той иелерін сыйлап берген қонақтар шапалақ қошеметін аямай ұрып та, мен соны байқап көрейін, сізге қошемет ұрып атылма, или осындағы сүйікті жарыңыз Ақнұрға қошемет ұрып атылма. Енді мен қазір арнайы Бауыржан мырзаны ортада шақырам. Ал құтты қонақтар, сыйлап берген қонақтар болса, нағыз той иесі деген құрметімді көрсетейік. Ортада қадірменді қонақтар, бүгінгі Рақымжандай ұлымыздың Асқартау ардақты әкесі, Ақнұрдың сүйікті жары, бүгінгі той иесі, қуаныш иесі, асылдың сынығы, арғынның жігіті Бауыржан мырза ортада. Не деген сыйлап келген қонақтар, Кентаудың әкіміне бүйтіп шапалақ ұрмайды ғой. Кентаудың әкімі қалай тұрсын, облыс әкімдері бүйтіп шапалақ ұрмайды. Ана күштеп жиналысқа шақырсыз ол кезде шапалақ ұру мүмкін, бірақ дәл өз еркімен ынта-шынтасымен ұрмайды. Енді Бәукеге шапалақ ұрып отырсыз ғой, сол шаңырақтың отанасы. Келсеңізші әпше, сіздің де қуаныш тойыңыз ғой. Сол шаңырақтың отанасы, Рақымжандай ұлымыздың аяулы анасы, ортада Ақнұр әпкені! Не деген шапалақ, жоқ, қоя тұрыңыздар енді. Сіздер кешіккен жоқсыздар, біз ерте бастап қойдық. Енді қадірменді қонақтар, қазақ жиған терген тойға шығатын халықпыз. Бүгін той иелері Бәуген осы бүгін мен ұлымның тойынан ештеңе аямайын деп қаншама сыйлықтар сіздерге деп дайындады. Қазір былай болады, құрметті қонақтар. Бірінші сыйлықты осы келген қонақтарға ұсынғым келіп отыр. Оң қанат, сол қанат бұл ойынға қатыспайды, оң қанат. Қазір бүгінгі той иесі Бауыржан мырзаға арнап теңеу керемет сөздеріңіз қандай. Бәуке, сіз жақсылап тыңдап тұрыңыз. Қай сөз көңіліңізге жағады, қай сөз сізге ұнайды, сол кісіге мен сыйлық беретін боламын. Яғни ойыншағын түсіндіре кетейін. Қазір Бауыржан ағамызға А әрпінен басталатын кез келген сөздеріңіз микрофонда бармаймын, айқайлап айта беріңіздер. Мен айтып тұрам, қай сөз ұнайды, сол кісіге сыйлық ұсынамыз. Келісіп па? Ал Бауыржан ағамыз қандай жан? А. Адамгершілігі мол. А. Ал әппағым дейді, ойбай не дейді? Ақылды. Арыстан дейді. Тойға келіп ма? Айғыр дейді, ойбай не деген сөздер дейді. Арыстан, айғыр дейді.
Adam geçirdim oldu, aytıldı anayakta ya. Kay sözün adam? Kay sözün yok mu ya? O çıkıp bakıyor adamız. Adam geçmiyor. Adam geçirdim o degen apkemiz var da. Sabahlar gelirsin milyardım altın kımız milyardım kımbatım benim Alғашқы сыйлық өзіңізге сыныпты. Ал келесі сол қанат сіздерге сый сыйапат ұсынамыз. Енді бүгінгі Ақнұрдай әпкемізге тамаша тілегімізді ниетімізді А әріппен Ақнұр А, Асылжан А, Ақкөңіл А, Ақылды Ақыл теке Алтын жеңге ма? Ойды дұрыс қойсыңыздаршы. Адал дейді. Не деген сөздер кетіп жатыр. Қайсысы сөзін Алтын жеңге. Алтын жеңге деп кім айтты? Келіңіз ортаға. Кредит төлеуге келатсың ба? Тойда отырсың ба? Үлкен кісі болсаң берекен келе бер деп айтатын жаңасында. Қарындасыңыз ба? Бәке қарындасыңыз ба? Бәкеңнің қарындасы алтын жеңгені тапқан ханымды оң қаға берекелем. Біліп алыңыздар, бұл бидің атын ырымын жасау дейтін би. Мынау сыйлық өзіңізге шаңырағыңызға той қуаныш болсын, намаз етіңіздер. Бәрекелді, рахмет. Енді келіңіздер, бұл сыйлықтың басы ғана кішкене мынау келген қонақтарды назарын аудартып тамаша сыйлық ұсынайық дедік. Бір сұрақ қойғым келіп жатыр сіздерге. Бүгін біздің осындағы Бауыржан мырзаның 50 жасы, Рахымжандай ұлымыздың сүндет тойы деп баршаларыңызға шақыру қағазын жіберді ғой, алдында шақыру қағазы келген кісілерге. Сол шақыру қағазында біздің тойымыз нешеде басталады деп шақырдыңыздар қонақтарды? 6-да. 6-да, жеті деп ойласам 6-да деп сөйтіп жазылған ба? 6-да Ақсарай мейрамханасында келіңіздер, сол жерде біздің ұлымыздың бүгінгі 50 жас мерейтойы болды деп шақырды. Міне 6-ға деп шақырған тойымызды жаңа 8 жасында бастадық. Біз енді айыпқа үйірмаңыздар, қазір анау тойға келуге асықпаймыз да, тойдан кетуге асығамыз. Құдай тез сөйлеп кетсек екен деп отырамыз. Сондықтан да қадірменді қонақтар, кішкене Бауыржан момышұлы атамыз айтқан тәртіпке бағынған қол болмас деп бүгін сыйлап келгеннен кейін барынша тойдың аяғына дейін болып, осы тойға ерекше ат салушыларын сұранамыз. Міне арнайы сіздерге деп қаншама бұл сыйлықтың басы ғана, одан кейін біздің тойбастарымыз бар, сол тойбастардың бәрін келісіп алайық, соңына қарай таратамыз. Келген қонақтардың бәріне арнайы сол сый-сияпаттарды ұсынатын боламыз. Енді құрметті қонақтар, қазақ айтады, келісіп пішкен тон келте болмас дейді. Қазір тойда енді мынау міне 6-ға деп шақырған тойды 8:30-да бастадық. Ешкімнің атын атап түсін түстемейтін боламыз. Өйткені уақыт менің құзырымда емес, уақыт бір Алланың құзырында. Уақытымыз шамалы тиімді пайдаланайық. Нағашылар, құдалар, ағайындар, достар, ұжымдастар, көршілер деп ортаға шақырамын. Сол кезде менің атым аталмады, түсін түсірмеді демеңіздер. Қай туыстық қатынасымен келіп отырсыздар, сол бойынша ортаға текке келулерін сұранамын. Сосын құрметті қонақтар, ал араларыңызға 10 адам шықса, 1-2 адам сөйлейік, 20-30 адам шықса, 3-4 адам сөйлейік, тойымызды жиналыс қылайық. Сөз сөйлей алмай қалды дейтін қонақтар болса, қазір әлеуметтік желінің дамыған уақытында өмір сүріп жатырмыз. Бәукеңнің телефон нөмірін білесіздер. Бәуке WhatsApp бар ма? WhatsApp, Instagram Бәукеңде бәрі бар. Через әлеуметтік желі арқылы құттықтаулар жіберсеңіздер, қабылданады Құдай қаласа. Ал енді қадірменді қонақтар, Бәуке енді келген қонақтарды алдарынан билеп күтіп алайық. Мен тамаша ән шырқайтын боламын. Әрбір ер азаматтың 3 жұрты болады. Соның ұлығы болған нағаш жұрт деп білеміз. Бүгін біздің жиеніміздің тойы, жиен шарымыздың тойы деп келіп отқан, осы тойға нағашымын, бөлемін деп келіп отқан барша нағашылар мен бөлелерді мен тамаша тілекке шақырайын. Яғни Бауыржан мырзаның нағашылары, Ақнұр ханымның нағашылары, Рахымжан ұлымыздың нағашылары, барша осы тойға нағашымын, бөлемін деп келіп отқан нағашылар мен бөлелер, атымыз аталмады демеңіздер, той екенін ұқтырып, ортаға билеп келіңіздер. Ал нағашы бөлелер қайдасыздар кәнеге? Ал алдынан күтіп алайық кәнеге. Ал нағашылар бөлелер қайдасыздар, ортаға билеп келеміз кәнеге. Билеп алайық.
Göz kaldımında sen oylamayın öptüm talay bir bunda Dünyayı yutuşum beni erişkede tenimize sıyıldı Sonu varmış şimdi Şana geçsin bağlı dedeme sıyıldı Sügündüm sınırlar günlerimden Sügündüm sınırlarda da sen Bir de sallan ele Ay vay bere 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 Sügündüm sınırlarda da sen Bir de sallan ele Ay vay bere 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 Sügündüm Gelinizler kıymetli nagaşlar Nagaşın bardaş yenin nagaşlar etmedeki Korjunlarымен gelip otur bizim mine Kolumuzun nagaşları Barşa nagaşlar Gelinizler toy buğan çıktı olsun Evet bereketli Bereketli Bile bilsen ağayın yerçi doşup nagaşın kelgen sayın үйüne asırada bağaсын desек бүгін де жиендерінің жиен шаруаның қуанышын көзге өткен құрметті нағашылар қош келдіңіздер тамаша тілек ізгі ниет өздеріңізде болсын нағашылар бөлелер той құтты болсын атамыздан бастаймыз ба мінекей ата Балка, ай балка, мынау істеп жатқан тойың құтты болсын. Естіп тұрсың ба? Дендерің сау болсын. Бала-шағаларың аман болсын. Не дейміз? Мынау не айтатынымызды ұмытып қалдым ғой. Саған болсын деп. Ağlarga mı? Niye? Kendileri sağ olsun mınav. Bosağalarından adam getmesin. Milyarın kara camalaka tolu olsun. Ne dedik? Doldu mu? Rahmet abla, kadar nagaşlardan gelinizler Çarstek olsanızlar, ağa, ne diyorsunuz? Al, Balka, Ağlar, mынау бүгінгі қазақ тойлар құтты болсын. Ақындар баламыздың дені сау алдарында есі өніп, ойнап күліп жүре берсін, дені сау болсын. Келген қонақтарға бәріне жақсылық тілеймін. Амандық болсын, кейін дастарханда өз бас қоса берейік. Мен қосыламын, бәріне. Ой, рахмет әпше, көп рахмет. Енді мынау мына жаққа да бір тілекке. Жеңгесі ма кеңіз, мінекеңіз. Айналайын, бауыржан, ағынап, мынау жүруге тойларың құтты болсын. Мына ұлдарың бүгін атқа мініп атса, құда қалса таққа мінсін. Күткен үміттеріңді артай берсін. Мына сонымен қатар келген 50 жасың сонымен қатар келген ағынырдың бүгін ағынырда 45-ке толып жатыр. Бүгін ешбірде той болып жатыр ғой шаңырақта. Мына ағыныр айналайын, қозаға Алланың берген жасын жасай беріңдер, шаңырақтан әр уақытта той болсын, жүздеріне күлкі кетпесін. Әлемдегі бәрі жақсылықты тілеймін ғой енді. Ой, бәрекелді. Шағада бұрын қошеметін жабылған қадірлі қонақтар мінекей жақсы деген жатыр. Рұқсат болса мына жерде үлкен нағашылар келіп отыр екен, яғни бөлгеннің нағашылары, ұлымыздың түп нағашылары. Қош келдіңіздер мінекейіңіз. Ассалаумағалейкум, жиналған қауым, туыс бауырлар, нағашылар, жиендер. Бүгін мына
бауыржан баламыз деп сөйлейміз, себебі әлі жас, 50 жасқа келген не ол? Я тойлары құтты болсын. Кішкентай баламыздың сүндет тойы құтты болсын. Бәрімізге осындай той жосты болсын. Әр уақытта сіздер мен біздер осындай жақсылықта бас қосып, осындай тойда бас қосып, туысқандығымыз, бауырларымыз арта берсін. Айтқаныңыз келсін, тағы да түп нағашы. Құрметті қонақтар, келгендерге көп рахмет. Бауыржан Ағмол тойлары құтты болсын, балапандарың аман болсын. Рахымжан құтты болсын, мұсылман болғаны құтты болсын. Бәр жақсылықты тілеймін, аман болыңдар, қайда жүрсіңдер, дендеріңіз сау болсын. Азғантай сыйлығымыз бар еді. Рахмет. Тағы да қадірлі нағашы бөлелерден алып қосар алыс жағына келіп отырған қадірменді қонақтар бар ма әлде? Қосыламыз ба? Қай жақта мен мінекейміз? Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Бауыржан, Ақнұр, бүгінгі тойларың құтты болсын. Бауыржан, денсаулық тілеймін. Туған бақытты болыңдар. Өсіп отырған ұл қыздарың рахатын көріңдер. Тек той болсын, жақсылық болсын, аман болайық. Барлықтарыңызға рахмет. Рахмет тамаша тілектеріңізге, ізгі ниеттеріңізге. Қай жақта ағаларымыз? Бұл кісілер сөйлеу, келіңіз ағалар. Ал, құрметті қонақтар, бәке, ақын, тойларыңыз құтты болсын. Ең қазақта ұл тойымыз, ұлы той. Енді ұлы той, баланың құда қаласа, мұсылман болу әлін сатқан дейді, атқа мініп, ат жалын тартып, атқа мінген бір бөлік. Құда қаласа бүгін атқа мінсе балдарымыз, келешекте құда қаласа таққа мініп, елдің, халқымыздың, Қазақстанның қамын ойлайтын елдің азаматы болып өсе берсін. Дендерінде саулық, бастарына амандық, ұзақ баянды өмір берсін. Соның бәрін рахатын көруге сіздерге Құдай қуат берсін. Той құтты болсын. Әр қазаққа осындай тойлар жұмысты болсын. Сол құтты болсын. Рахмет, айтқан тілектеріңіз қабыл болсын. Қалған нағашы бөлелер осы тілекке қосыласыздар ма? Енді жаңа апамыз толқып, тойдың басына жақсы тілегін айтып еді. Енді осы Алтынтай ұлына бүгінгі туылған күні құтты болсын деп, арнайы алтын сақина алып келген екен. Апа табыстауға рұқсат еткен бірге. Арнайы ұлына деп алтын сақина. Және де мен көріп отырмын, нағашылар қазір бір үйір жылқы берейін деп тұр. Құдай қаласа бұның жиендеріне деп атап берген бір үйір жылқы бар. Және де мені көріп отырсыздар, мына алдында керемет қоржындары тұр мінекей. Нағашыларына келген. Енді бұны қазір біздің ауыл қабылда болады. Сосын шамалы уақыттан кейін арнайы тарататын боламыз, рұқсат болса. Және де мынау нағаштарына әкелген құлынды биелер, боталы түйелер, сырт киімі, жағалы киімдері бар екен, соны табыстауға рұқсат етейік. Ал ендеше сый сияпаттарымыз табыстап құттықтайық әкелген. Новый етіңіз екен. Міне, нағаштардың әкелген бір үйір жылқысы кетті. Жағалы киім. Сосын нағаштар кетпеңіздер, ортаға тұра қойыңыздар, суретке түсейік. Бүгінгі қуаныш күндерімен есеп сурет болсын. Нағаштар ортаға кетпейміз. Ал енді алтында тас тасламас, алтындай болмас басқа тас. Алтында алтын қосылса бірін-бірі тасламас дегенде мен мінекей Фарида апамыз өзінің ұлына алтын жүзік сыйлаған жатыр мінекей. Енді құрметті қонақтар, біз 5 минут шамалы уақыттарыңызды алайық. Осы сәтті пайдалана отыра қазақ жиған берген тойға шығатын халықпыз.
өздеріңізге деп арнайы иықтарыңызға мінекей камзолымызды, шабан шаттығымызды, жаңалы киімімізді ұсынып жатсақ, және тағы да біздің ұсынатын алтын сақинамыз бар. Мінекей түн ұйқысын төрт бөлген, бар жақсылығын перзентіне жиып берген бүгінгі Рахымжан бауырымыздың үлкен әжесіне, Фарида апамыздан бастап осылар үлкен апаларына, нағақтарына деген тамаша біздің алтын сақиналарымыз, алтын жүзіктеріміз бар екен. Соны табыстауға рұқсат етейік. Аяулы апамызға, анамызға, әжемізге Нағаш апамызға алтын сақина, міне үлкен апаларымызға, жеңгелерімізге, құдағиларымызға алтын жүзік, алтын сақина ыстық тілеріңізге толсын. Ал енді суретке түсейік, жағырақ тұр. Бүгінгі қуаныштығынан естен сурет болсын, бір тамаша суретке түсіп алайық екен. Бәуген қайда? Бәуген келсін шоққа суретке түсіп. Қараңыздар. Ортаға келіңіздер, суретке түсіп екен. Қараңыздар, суретке түсіп қараңыздар. Құрметті қонақтар, енді отырмаймыз. Бүгінгі тойымыздың қазір алғашқы биін бастаймыз. Ортаға нағаштары би болады. Қоржындарды Балжан қызметтегі ағайынды бір шеттеме қойыңыздар. Баршамыз ортаға шоқ-шоғынан биге шығар би алаңыздар үшін ал ортаға биге. Қызметтегі ағайындар ортаға қоржындарды алыңыздар. Баршамыз ортаға шоқ-шоғынан биге шақырамыз. Нағаштар биге.
іздеген балларым ұланым жетпейме саған ескерімнен айдыңызды айдыма өтетемін сенің көрін аяма шарабайым отбасына ержеткен шарабайым басына жаяма аймақты айдым дей айта бақытымды бәлем үшін байлама мен ауылда тұрғым келді сенге ал сенің шекараны қайрала Ой, бәрекелді, рахмет. Қандай керемет үй болды. Бәрекеліңіз. Ал қадірменді қонақтар, қазір тағы да бір тамашаның куәсі болайын деп жатырмыз. Бәуке, мынау білесіздер енді көзінің ағымен арасындай осындағы Бауыржан Мырза мен Ақнұрханның артындай ол қыздары бар. Енді қазір мен ортаға бүгінгі Бәкеннің өзінің алтын қызы, ару қызы, бүгін әкесіне тосын сый қылып, асқалтау әкеме ән арнайын деп, Ақжүніс те қызымызды ортаға шақырған тұр. Шапалақ ұрып қошемет көрсетіп қояйықшы, алдындай қызымызға, қарындасымызға, әкеме арнап ән жолдайын деп тұрған қызымызға қошемет, тамаша ән тыңдайық кәнекей. Әулетімнің сұлтаны, елі
алтынсыз келе ғой. Асқарбау ардарда әкесіне ән жолдаған алтын қызына бір шапалақ ұрып қошамет көрсетіп қойыңызшы. Бәке, қандай бақыттысыз сіздің тойыңызда, ару қыздарыңыз, алтын қыздарыңыз бүгін сіздің қуанышыңыз деп тамаша керемет ән жолдап жатыр. Ал енді құрметті қонақтар, біз енді мынау сый-сияпат тағы да ұсынған жөн көріп отырмыз өздеріңізге. Енді жігіттер дайын ба? Видеолар дайын ба? Бәке, мен енді LED экран пайдаланғымыз келіп жатыр да. Осы сіз қатарлы жігіттер бүгін тойыңызға келіп отыр ғой, осында отырған бәрі шаншар көріп өскен шығар, көрдіңіздер ме шаншар? Шаншар көріп өсті, қазір енді сіздердің құрметтеріңізге сол қазақтардың әзіл-сықақ театрларынан бір қойылым қойылады. Қойылым белгілі жерде тоқтайды. Сол тоқтайдан кейін сол қойылымдағы кейіпкер қандай сөз айтты. Сол сөзді дәл солай айтып берсеңіздер, сіздерге деген тамаша сыйлықтарымызды ұсынатын боламыз. Енді алғашқы видеоны назарларыңызға ұсынайық. Ал мұқият болыңыздар. Күйеу сәлем деген сияқты. Әңгімені өлтіремін мен. Күйеу балдарыңыз осы. Арманға не айтты? Күйеу балдарыңыз осы деді. Қол көтеріп шықсаңыздаршы ортаға. Сыйлық алып береміз кәлеге. Келіңіз аға. Келіңіз. Мынау бірінші қол көтеріп беріп шыққаныңыз үшін ол сыйлық. Келесі сыйлықты дұрыс тапсаңыз беремін. Не деді Арман қарай? Тоқыған деді ол деймін. Мен өз ораққан біз деді ау деймін. Тош кетсеңізші, күйеу балдарыңыз осы. Тоқыған. Дұрыс вариантын көрейік, жалғасын жіберіңіз. Мінезі өте ауыр. Оқыған, тоқыған өте салмақты жігіт. Ішпейді. Ішсе қуады. Рахмет, маусыңыз өзіңізге кетпеңіз. Бір қатақ болсын таптыңыз. Шаңырағыңызға той болсын, міне. Келесі, тамаша беріп шығаңыздар екі сыйлықтар береміз. Келесі жігіттер. Жоқ, бұл емес, келесісің. Келесісің. Бұның бәрі платный. Яғни? Ақшасын төлейсің. Ойбай, тегін емес па не? Түк білмейді адам. Бұны қаяқта тұрады? Сен өзі Қазақстан деген мемлекетте тұрасың ба? Адам Қазақстанда тұрам ғой? Арман қарай не айтты? Тапқан кісіге ең күшті сыйлықты беремін. Сен өз Қазақстанда тұрасың ба деді. Келіңіз шәпші, қолын көтеріп алды ғой, келіңіз ортаға келіңіз. Есіміңіз? Меруерт ханым. Арман қарай не айтты? Тегін нәрсе жоқ. Көрейікші. Бұл біздің Қазақстанда тегін не бар бұл? Шабалағын қошаметіңізді қойыңыздар дұрыс. Синоним сөз таптыңыз. Тамаша сыйлық өзіңізге. Шаңырағыңызда той қуанышы болсын. Ал келесі видео назарларыңызға. Ақырғызым намыстан өлген ба? Бәрекет. Сорлы бошында шықтыңдар, айттым. Не деді Арман қарай? Кешіріңіз, сыйлық беріп жүріңіздер. Ортаға келіңіз. Жігіттер бар ма? Келсеңіз. Ортаға келеміз. Ай, красавчик. Бәке, қош келдіңіз. Міне, ұжым шығып жатыр. Арман қарай не айтты? Халау, күйгу. Халау, аридаш деді. Ой, керемет, бәрі. Қойыңыз. Халау, Шапалақ қошамет, рахмет бұл еңсіз өзіңізге. Тура сөйтіп айтып бергеніңіз үшін. Молодец, красавчик. Кет Арман қарай. Ақшамна бірдей дедім ба? Ештеңе жоқ. Атам бас деп бәді. Мен саған бірдей дедім ба? Мен саған бірдей дедім ба? Келіңіз әпше, мен айтам деп бірден болдым.
мен саған бірдеңе дедім ба деп. Музыка керек жоқ, жалғастырайық. Әкең жаман дедім ба, шешең жаман дедім ба дейді ғой. Сосын артына қарай айтады ғой. Әкең жаман дедім ба, шешең жаман дедім ба? Қалдым қарай. Енді көрейік дұрыс нұсқасын, кетті жалғасын, жіберіңіз. Мен саған өшең қисық дедім ба, мұрным шық дедім ба? Әкең жаман дедім ба, шешең жаман дедім ба? Қайын-жұртың жаман дедім ба, бір ешкім жаман дедім ба? Рахмет, шаңырыңызға той болсын. Bir қатар болсын тапты. Келесі. Жұмысқа басайын, жұмыс істейді. Не жұмыс? Абырой бар, жігіттер бар. Қандай жұмыс керек? Айтшы. Қандай жұмыс емес, ол ойланбай. Ауылда жұмыс жоқ қой. Айтсай. Қандай жұмыс істейді? Қандай жұмыс сұрайды? Білесіз ба? Кешіріңізші берсеңіз ортаға. Есіміңіз? Жұмакүл ханым. Арман қарай не деп айтты? Қандай жұмыс сұрады? Әкімшілікте істеймін, қырқам дейді. Шамал шатасып қалдыңыз да сіз? Мына жерде жұмыс сұрап отыр ғой. Қандай жұмыс сұрайды? Уәлибек айтады ғой, маған жұмыс тауып берсін дейді ғой. Оны білмеймін дейді. Кім біледі? Жоқ, сіз кетпей тұра тұрыңыз. Кетпей тұра тұрыңыз. Қазір келесі видеода сол сөзді айтасыз. Ей, көрмегіздерді не? Енді дұрыс нұсқасын көрсетейін, таппағаныңызды ренжімес. Келесі жалғасын табыңыз. Қараңыздар. Жоқ, жаңағыда зұрып шауын қойсаңызшы. Бері кетіп қалды. Мектеп директоры болсам бола ма? Деп сұрақ қойып, Уәлибек өлген жалғастырды. Келесі видеоны қойыңыз, бұны емес, келесін қойыңыз, ей. Әне келесін қойыңыз, осыдан кейінсін қойыңыз. Әкімшілікте. Дұрыс. не істейсің? Айт, не істейді? Қойырыс дейм. Жоқ, айтса. Жоқ, айтсайын білейін. Не дейді? Әкімшілікте істеймін, қырқам дейді ғой. Шабақтар қойыңыз, жалғасын беріңіз. Жалғасын. Мал сенің өзіңізден шаңырағыңызда той қуаныш болсын. Келесің, бұдан емес келесің. Әңгімені өлтіремін. Жоқ, болды ма? Бәрекелді, ондай болса қоя тұрыңыз, келесің, одан кейін жалғастырамыз. Енді біз ас суып қалмасын деп жатырық, бәке мына жерге ыстықтай асымыз дайын тұр екен. Астан өлген адам жоқ дейді. Міне бүгінгі Ақсарай мейрамханасын осындағы аспазшылар дайындаған қазақтың ұлттық тағамы ас мәзір дайын тұр екен. Ал құрметті қонақтар, алдарыңызға үлкен ас келеді, дәм келеді, қабыл алыңыздар мінекей. Алып келе қойыңыздар. Мінекей құрметті қонақтар, алдарыңызға үлкен ас келді, дәм келді. Ас адамның арқауы дейді, алдарыңызға үлкен астан дәмінен жақсап алып жеп отырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Біз астың дәмінің үстінде сіздердің құрметтеріңізге кезекті тамаша өнерге береміз. Мың бұралып билейтін биші ару қыздарымыз Падиша бишілер тобының өнерін тамашалаңыздар. Алдарыңызда Падиша бишілер тобы.
Шаңырақтарыңызға той болсын, құрметті қонақтар. Рахмет. Енді тағы да бір керемет тосын сый болып алды, құрметті қонақтар. Бүгін енді осы тойға ерекше дайындалды ғой. Енді бұл Ақнұр әпкем менің әрі жиен әпкем болады. Сол себептен бүгін осы тойға ерекше атсалысып жүрген жайымыз бар. Енді қазір осындағы келген игі барша қадірмен қонақтарға, туған туысқан, ағайын туыс, дос жаран, құда жекжат, нағашылар, жиен бөлілер, ұжымдастар, достарға бұл ән сіздерге арналады. Бәукеңе демеңіз, бәукеңе жаңа қыздары арнап жатыр. Ол кісі Бауыржан ағамызға дайындап отқан арнайы тосын сыйымыз бар. Бірақ қазіргі керемет орындалатын ән осы тойға келген барша жақсы адамдарыма алғысым шексіз деген ниетпен жақсы адамдарға жақсы адамдар деп керемет бүгінгі қуаныш иесі, той иесі Ақнұр әпкем алғыс ретінде ән жырғайды. Қабыл алыңыздар. Ал жақсы адамдар сіздерге. Basarım kayda, iman bir dastır, kaşarım kayda.
Жақсы адамдарға жақсы ән жолдап қошамет. Қай тойда көрдіңіздер өйстіп алғыс айтқан келген қонақтарға жабыда болмайсыздар ма? Наяқта бәкең қанғалып отыр. Ойбай, менің әйелім әншегін ғой деп. Енді қадірменді қонақтар, астан дәмен алып отырыңыздар. Қазір назарларыңызға тағы да бір сыйлықтар ұсынған жөн көріп жатырмыз. Әу демейтін қазақ жоқ дейтін бір тамаша ойын өткіземіз. Қазаққа белгілі әсем әндердің әуенімен жасырамыз, пианиномен. Қандай ән екенін білсеңіздер, қолдарыңыз көтеріп ортаға келесіздер. Дұрыс тапқан қадірлі қонақтарға тамаша сый-сияпаттарымызды ұсынатын боламыз. Алғашқы әуеннен бастаймыз, ал мұқият болыңыздар. Мына столдан бірінші көтеріп, кел бауырым ортаға келіңіз. Нұреке, қандай ән? Ақ сәулем. Енді бір қатар орындап беріңізші. Музыкасы ғой. Ай, ақ сәулем, мен де сенің жақсы әнің болайын. Ақ сәулем, мен де сенің жақсы әнің болайын. Ой, красавчик, қошамет! Маусил өзіңізде, шаңырақта той қуаныш болсын, керемет жарайсыздар. Міне, бір чоқ қол көтерген кісіні ортаға шақыратын боламыз. Мұқият болыңыздар. Келесі әуен кетті жіберіңіз. Жоқ, бүйтейік екен, қолын көтеріп қайттық қой. Білмесеңіз. Жоқ, бүйтейік. Жоқ, айқайлап айт бердің біреу. Ортаға шықпайсыз ба? Сөйтіп айтпайсыз ба? Мына жерде тұрған керемет сыйлықты алмайсыз ба? Келесі әнді қойыңыз, басқасын қойыңыз, басқасын келесі әуен. Бұл есептелмейді, айқайлап айтып отырмын. Келесі әуен кетті. Келіңіз, бірінші оқпал көтердің мына жердегі ханым. Әйелің көзінше бере бермейді ма? Жесеңіз ба? Қарайқында. Дұрыс, жесеңіз жақсы әкедейді. Так, есіміңіз? Жұман тұрған. Билем деп әнді ұмытқан жоқсыз ба? Қандай ән? Ақ көйлек киген, көк көйлек киген. Нұрдәулет. Нұрдәулет дейсіз? Деген Бақдәулет деген класстастарым. Сразу жарысын айтады екенсіз. Шабаларың көрсетіп болса, тамаша сіз өзіңізге шақырыңыздар. Той қуаныш болсын. Рахмет, мархабат. Келесі әуен кетті. Күніге тойда өзің. Білесіз ба? Нәқ оны тұрпатсыз, өзің шықпайсыз ба ол жаңа шықты ғой. Кел, Балжан. Енді шықпаған өздеріңізді көріңіздер. Осы тойға ерекше ат салып жүрген Балжан ханымнан қандай ән екенін сұрайық. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан. Шабалағын қошамет көрсетіп қойыңыздар. Мынау сыйлық өзіңізге. Арман қарай келесі әуен кетті. Келіңіз ортаға, ақтөрештердің, келіңіз. Ой, тамаша. Аха, есіміңіз? Жеп шықпайсыз ба, менің. Так, күтейік онда, я? Айта берсеңіз, қандай? Ауылым менің қала. Болды, жүріңіз. Шаңырағыңызда той қуаныш болсын.
сыйлық өзіңізге. Шабалауыр қошемет көрсетіңіз. Ауылының биді қадырат екенсіз. Биді қадырат екенсіз. Сіз енді әзірге тоқтатып тұрайық. Қазір құрметті қонақтар, бізде әлі тамаша сый-сияпаттарымыз бар. Бас жүлдеге міне кілем дайындап отырмыз. Бір тілектен кейін сол ойын өткізетін боламыз. Енді келіңіздер, біз қазақ халқы құдасы мен құдағиын, құдайындай сұрап құрметтеген халықпыз. Бәке, енді бүгін сіздің қуанышыңызды бөлісіп, тойымыздың төрінде әулетіңізден қыз алып, қыз берген, есік көрген, бесік көрген, осы әулеттің тойымыздың төрінде 1000 жылдық құдағилары, құдашалары отыр. Сол кісілерді алдынан қарсы алып олай. Ал төр бас беріп отқан құрметті осы әулеттің құдағилары, құдашалары, қыз алып, қыз берген, есік көрген, бесік көрген, осы әулеттің 1000 жылдық құдағилары деп барша құдаларды, құдашаларды ортаға тамаша тілекке шақырамыз. Ал келіңіздер, тілек айтып едіңіздер. Құдағилар, құдашалары айналысыздар. Алдарына қарсы алайық тілекке. Ал ортаға білеміз, құдағилар, құдашалар. Көктемені жетті күз келер, сарғайып тұрған күндері, жүрегімде жатыр іздері, табанымды қайдан күндері, жүрегімде жатыр іздері, табанымды қайдан күндері, сағынсың ба сен, күн нұрынан арманғансың, табаным сәуле, армандардан жаралғанбысың. Құдағилар, құдашалар деп шақырып жатырмыз. Сылдырап талдан ағар құлақ ойнар, тастан тасқа секіріп құлақ ойнар. Тойымыздың төріне келіп отыр, алтындай 1000 жылдық құдағилар, құдашалар десек, қош келдіңіздер. Төр басқандарыңыз құтты болсын. Енді жақсы тілегі сізге де өздеріңізден болсын. Ортадан бастаймыз, апаларымызға мінекейміз апа. Құдағилар, құдашаласа, мына тойларыңыз құтты болсын. Жасына жас қоса берсін. Баласы үлкен азамат болсын, Құда қаласа. Өмірге шүбірлі болып, той-тойға араласа берсін. Қарадым-ай, адамдар неге сонша шулайды екен? Әлде құдағилардың тілегін тыңдайды екен? Құдағи апамыз сөйлегенде шапалақтай алмай ұрмай екен. Қадірменді қонақтар, сөз қадірін түсінбеген, өз қадірін түсінбесе, кішкене құлақтың сөзіндей отырайық. Мінекей құдағи апамыз жақсы тілекті бастап жатса, ал аналарымыз ақ тілекті жалғаңыздар, той құтты болсын. Мінекейіңіз. Көке, келіңіз, құдалардан жақсы тілек болсын. Рахмет аса жолдас. Ал бауыржан бұлар, ағыны құдай тойларың құтты болсын. Тойларын той қаласа берсін. Мына елі жас құтты болсын. Мына кішкентай азаматымыз өзіміз сияқты үлкен азамат бола берсін. Еліміз тыныш болсын. Әр отбасында осындай қызықшылық бола берсін. Сол қызықшылықтың куәсі болып жүре берейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Құтты болсын тағы. Мен енді бір ақынның өлеңінен бастайын. Шыққан көкке бір қуанып, шыққан шөпке бір қуанып. Өтіп жатыр өмірсіз күн зырғып ағып. Сарғалдаққа бір қуанып, қызғалдаққа бір қуанып. Өтіп жатыр өмір шіркін, зырғып ағып. Өсем деген ұлды өсіріп, кетем деген қызды өсіріп. Өтіп жатыр өмір шіркін, зырғып ағып. Ескі досты көргенде есім шығып шын қуанып. Өтіп жатыр өмір шіркін, зырғып ағып деп, мына біздің
бауыржан құда баламыз зырғып 45 жасқа келіпті. Құда қаласа, мына өсіріп отқан ұл қызының рақатын көрсін. Мына жаңағы мұсылман болған баласы адал, жаңағы ата-анасына адал ұл болып өсе берсін. Ақнұр екеуі осы бала шағасының қызығын көріп, дендері сау болып, ұзақ өмір сүре берсін. 60, 70, 80 жасқа келіп, соның тойын осы жерде отырған тойшы қауым бәріміз бірге тойлай берейік. Той тойлаласын. Жалғастырып өтеміз. Бауыржан айналайын, туған күнің құтты болсын. Мына баласы үлкен азамат бола берсін. Сияқты тақыласы тойлар тойға ұласа берсін. Мына көпшілік айтып тұр, соған қосыламын мен. Рахмет, шабала ұрып қошемет көрсетіп қойыңыздар. Қалған құдағылар arkadaşlar осы бекке қосыласыздар ма? Айтқан тілектеріңіз қабыл болсын. Енді жақынартып суретке түсіріп алайық. Бәке келіңіз, жақынартыңыз. Жақынартырыңыздар. Құда жекжаттармен бір өмір қуаныш күнінен естелік сурет болсын. Бір тамаша суретке түсейік. Балжан, сол. Енді құрметті құдағылар, біз үлкен апаларымыз екен, ас үсті болып жатыр. Дастархан төрінен орын алып жайласа қойсаңыздар, арнайы ол екен сіздерге келемет. Ал біздің апалардың шашуы бар екен екен. Фарида құдағиыма деген. Бұл үлкен құдағиыма дейді. Фарида апама деп арнайы шабуым бар деп жатыр құдағиларымыз. Апам табыстай қойсаңыздар болады. Рахмет. Маған хабар. Енді бәрі екеніз, ортаға. Рахымжан қайда? Рахымжан. Бұл қыздарын бәрін шақырады. Қанжыңыз. Асман, келіңіздер. Асман. Енді құрметті қонақтар, біз енді ас үсті болып жатыр, ауыздарыңыз дәмде, назарларыңыз бізде болсын. Енді бүгінгі туылған күнге деп, әкеміздің туылған күн деп бүгін 50 жас мерейтойға деп дайындаған тойымыздың ең керемет тәтті тағамы бар. Сол тәтті тағамды ортаға алдырамыз. Алып келе алыңыздар. Мінекей құрметті қонақтар, 50 жас деген ең керемет тәтті тағам ортаға келді. Енді бәке кейін. Қазақта жақсы сөз бар. Не десең де әке жолы бөлек, қайда жүрсең қолтығынан тұр демеп. Нағыз әке ақыл ойды асқар жан, барлық ұрпақ осындай ардақты әкелерден басталған десе. Мінекей бүгін ардақты әкеміздің туылған күні деп 50 жас деген керемет тәтті тағамды әкелген екен. Енді жеңше, әпше, сіз қолымның сыртынан ұстаңыз. Рахымжан ұста. Қыздарымыз қайда? Келіп, ата-анамыздың, папа-мамамыздың қолымызды ұстаймыз. Мына беттен келе ғой. Ал қадірменді қонақтар, бақытты жаня деп мінекей біріккен қолдарыңызбен тәтті тағам, топ тағам десе қойыңыздар. Рахмет, енді нәуірнеге салайық. Сразу бәрі тұрып зейден уже. Еміз. Бісмілләхир. Асқан. Назыға сау болайық. Жоқ, асықпаңыздар. Енді қадірменді қонақтар, осы сәтті пайдалана отыра, тағдырапке келіңіз, бәке келіңіз. Ол қыздары үлкеніміз, асылым келе ғой. Сіздер мәшінге бәкен айқа келіңізші, мәшінге тұра қойыңыз. Енді осы сәтті пайдаланып, қазір Асқартау әкесі мен аяулы анасына арнап, ұл қыздары мінекей тәтті тілегін, бір ауыздан тілегіміз айтамыз да, тәтті тағамды әкешім туған күнімен деп ұстамыз. Нашекке тұра қойыңыз, нашекке халық көзінде ойлап. Ал қадірмен қонақта тұла бойы тұңғышы асылым қызымыз әкесі деген тәтті тілегімізді білдіреді. Папа, туған күніңізбен осылай тағы да бір 50 жасты жасаңыз, біздің алдымызда ойнап, күліп, осылай жүре беріңіз. Осы
қазір осылай жақсы болып жүргеніміз барлығы сіздердің арқаларыңызда. Осы жақсылықтардың барлығын еселеп қайтарғанымды көретін жасқа келдіңіздер. Шапалағын қошып өтіңіздер, қандай тамаша сөздер. Міне, әкемізге тәтті тағам асатамыз, қошып. Әкесіне арнап ән жолдаған біздің алтын қызымыздың бір ауыз тілегі тыңдайық. Папа, біріншіден сізді туған күніңізбен құттықтаймын. Екеуіңізге мыңда бір алғыс айтамын. Осы күнге дейін бізді жеткізгендеріңізге, біздің осылай шалқып жүргеніміз сіздердің арқаларыңыз. Біз де осыны өскен кезде сіздерге қайтарымызды көріңіздер. Не деген сөздер, не деген? Ал, рахым жеткен. Сен де той құтты болсын. Енді папа мен мама, әкеміз бен анамызға бір ауыз сөз. Папа, туған күніңіз құтты болсын. Жастан жасқа тола беріңіз. Осы туған күніңіз бен туған күніңіз келе берсін. Деніңіз сау болсын. Ой, бір аяқ жағы мама деді ғой, күші шапырақырай. Өз ана, қыз бала әкеге жақын, ер бала шешеге жақын болады ғой міне. Бәке, бәке, қазақта бөлтірік деген шешем болған. Сол бөлтірік шешеден сұрап, айналайын бөлтірік, сөз сөйлейсін өлтіріп, мен сіңген талай тәубесіне келтіріп. Бөлтірік айтшы, әлемде кім жақын? Аға жақын ба, бала жақын ба, әйел жақын ба деп сұрақ қойған екен. Сонда бөлтірік шешен жауап берген екен. Аға жақын болады бір туған соң, ол да жатып қалады дүниеге ұл туған соң. Әлемде ең жақыны әйел екен, күнде жатып күнде бір тұрғансың деген екен. Енді мен тамаша тілекті аңдап келіңіз. Енді бұл кісі мен жеңше деп айта алмаймын. Жаңа айттым ғой, жиен әпкем болады, сол себепті Ағнұр әпке деп адым. Енді сізде жезде деуге сөзім аузым бармайды. Сол себепті Ағнұр әпке, өзіңіздің өмірлік жұбайыңызға, шаңырағыңыздың отағасына деген бір ауыз тәтті тілегіңізді білдірсеңіз. Рахмет. Не алдыңыз, бауыржан? Біріншіден мамаға рахмет, сен дүниеге алып келген. Екіншіден Аллаға рахмет. Денің сау болып, өмір жасың ұзақ болып, осы ұл қыздарымызды ұяға, қияға қондырып, екеуміз бір жастықта қартайық. Ешқашан ауырма, шаршама. Менің тірегімсің сен. Өмірде өзіме не тілесем, саған соны тілеймін. Барлық жақсылықта, үлкен дастарханда, бұдан да жақсы тойларда кездесе берейік. Шабылауыр қожамен қажып қойыңыздар. Бірден барып сүйіп алды көріңіздер, менің әпшем сүйеді екен. Бәке, қандай бақыттысыз. Енді сіздердің көздеріңізше бір сұрақ қойғым келіп жатыр да, қазір мен бұл насилық түсінгім келіп отырмын. Кім білсе біліп ортаға келсін, дұрыс жауап берген сіздерге тамаша сыйлық. Біздің осы той иесі Бауыржан мырза мен Ағнұр ханымның отандасқандарына неше жыл болды? Неше жыл? Қайда? Келсеңізші ортаға. Кім біледі? Келіскеншісін өлектен таным. Рахмет. Бәкең мен Ағнұр ханым отандасқандарына неше жыл болды? 25 жыл. Жүргендейші. Біздің бала кезімізден. О, шым 30 жыл болады десеңізші, айта берсек. 40 жыл дейді даже. Яғни бүгін бізде білесіздер, қос қуаныш үстінде тоймен туған күн болса, яғни бізде тағы да отандасқандарына 25 жыл күміс той құрметті ағайындар, қошемет көрсетіп қойсаңыздар болады. Енді осы сізге рахмет, шаңырағыңызға той болсын. Осы орайда қазір Балжан ханым керемет әсем ән жолдайды. Бәке, өзіңіздің өмірлік жұбайыңызды ортаға міне арнайы керемет жанұялық махаббат вальсіне шақырамыз. Міне мынау жігіттер арнайы дайындап жатыр. Ортаға келіңіздер. Оны мейрамхана қызметкерлері келген қонақтарға қазір үйлестіріп ұстап болады. Келіңіздер. О, жастық шақты еске алайын деп тұр.
Шапалақ қошемет, құрметті қонақтар. Ортаға тұрайық. Бәке, мына ортаға кірсеңіз, бүгін туған күніңізге деп тармағы шалқы болсын сыйлай қалған қазір сіздердің құрметтеріңізге 25 жыл бұрын бұны еске алып, вальске шығамыз. Ал қошемет, махаббат вальсі! Rahmet. Свадьбада оқылай болып қоя. Бәке қазақта 50 бай, 60 бай дейтін аттар болған. Ортан ашайық, қадірмен қонақтар, ортан ашайық. Ортан ашайық, жайғасайық. Құрметті қонақтар, керемет үй болды. Қазір